Дұрыс па? Минут қалды. Иә. Ашық қой. Саламатсыздар. Мен ертерек қосылып жатырмын. Жазған көрінбейді. Саламатсыздар. Қайырлы күн. Рамазан айындағы оразаларыңыз қабыл болсын. Мен бүгін сіздерге тікелей эфирде сабағымды бастаймын. Мен Ақтөбе қаласынан Уақбаева Күләш Уақбайқызы осы Павелли компаниясына 2010 жылы февраль айының 3-інде тіркелдім. Мен ол кезде тіркелу олардың реттерін білмейтінмін. Менің бауырым Тәрбия Жұмабаева осындай компания бар, сен тіркел деп сөйдеді. Сол кезде мен сәлем Тәрбия, қалайсың? Мен сол кезде жақсы тіркей бер деп сөйдегенмін. Сосын тіркеліп жұмыс істемеймін дедім, бірақ ол кезде мен жұмыс істемеймін, тек тіркесең болды деп. Бірақ мен негізінде компания туралы ешқандай білмейтін адаммын. Біздің енді өміріміз ол компания дегенмен басталған жоқ. Біздің өміріміз Союздың кезіндегі жаңағы жұмыс деп сол жаңағы оқы деген сияқты бізде жұмыс деген үш рет қайталанатын сөзден басталған адамдармыз. Ол кезде мен 56 жаста болатынмын. Өмір тарихымды қысқаша айтып кете берейін. Және менен келіп қосылатын қыздар қосыла берер. Содан тіркеліп, ол кезде мен жұмыстағы адаммын. Медицина саласында 40 жыл еңбек етіп, соның пенсия зейнеткерлікке шамалы уақыты қалып, зейнеткерлікке кетеміз деп бір жаңағы сондай адамдар өзі зейнеткерлікке шығар кезде сондай асығыс болады. Шығуымыз керек, баруымыз керек, кетуіміз керек деген бір адамда бір ой болады. Себебі ой санамызда сол тұрған шығар. Себебі жұмысқа әуелде мектеп бітірдік, қуандық. Амансыңдар қыздар, қалайсыңдар? Қуанып сол кезде жаңағы мектеп бітірсек екен дейміз. Сосын мектеп бітіргеннен кейін оқуға түсіп, оқуымызды бітіріп, жаңағы жұмысқа кірсек екен дейміз. Сонымен сол өмір жүріп атады ғой. Сөйтіп жүргенде өміріміздің негізгі 40 жыл уақыты сол бір кәсіпте өткен екен. Сөйтіп сонымен мен тіркелгендегі сол ғана мен. Онда ар жағында менде ешқандай ой болған жоқ. Менің негізгі ойым жаңағы кәсібімді дұрыстап аяқтап, дұрыс зейнеткерлікке шығу ғана болды. Мен негізі
жаңағы ауылда өстім бала кезімде. Интернатта оқымағанменен аға жеңгеміздің үйінде оқыдық. Тек каникулда ғана үйімізге барамыз, әке шешемізге. Сонда бірақ мен армандайтын едім. Жаңағы көбіне біздер жазда аттың үстінде, жаңағы жаздық каникулдың 3 ай каникул сояқта өтеді. Сол кезде мен арманымда келешекте қалада тұрсам деп армандап жүретінмін. Сол арманым негізі орындалған екен деп осы кейіннен ойлаймын. Себебі ол да дұрыс екен. Сондағы ойымыз тек жұмыс істеп, еңбек ету. Район орталығында жұмысымды бастап, сол жерден зейнеткерлікке шықтым. Ол район орталығы үлкен, Шалқар қаласы. Шалқар қаласында да 46 мың халық тұрады. Сонда еңбек еттім. Соныменен Ақтөбе қаласына көшіп келдік. Ақтөбе қаласына көшіп келгеннен кейін үй салдық. Үй салып жүрген кезімізде онда да уақыт өтті. Оныменен ол 2 жыл жаңағы зейнеткерлікке шығам деп жүрдім. 2 жыл жаңағы зейнеткерліктен кейін көштік, қондық, сөйтіп жүрдік. Соныменен уақыт өтіп әтті. Бірақ ол кезде мен көңіл аударғаным жоқ бұл жұмысқа. Себебі ойым тек қана менің жаңағы өзімнің арманым сол болғасын, сол арманымда жүрдім. Бірақ та мен ол кезде ешқандай бұл компанияға ренжімеймін. Қысқаша енді тек қана мен өмір тарихымды солай айтып кетейін. Ешқандай оған ренжім жоқ өміріме. Мен зейнеткерлігімде жақсы жаңағы жоғарғы категорияменен жақсы зейнеткерлікке шықтым. Қазір 120 мың зейнеткерлік ақшамды алып отырмын. Бірақ та енді әр кезең өзі уақытымен болады дейді. Негізінде бірақ ол кездегі менің ойым сол болғандықтан дымда да түсінген жоқпын, ешқандай ештеңе білгімде келген жоқ. Себебі тәрбие хабарласқан кезде тәрбияға маған артық ештеңе айтпа, ештеңе керегі жоқ. Ол тәрбияның директорлікке шығып атқандығы деген, тәрбияның жаңағы статустарды қорғап жүргеніне мен тіптен көңіл аударған жоқпын. Себебі менің өзімнің бір тіке мақсатым, бір мақсат. Сол мақсатпенен жүре бердім. Бірақ бұл жерде мен сол жыл тіркелгеннен кейін керегімді алып отырдым. Керегімді біз қалай алдық? Ол кезде бізге офис жоқ. Офис болмағандықтан бізге Шалқарға заказды Ақтөбеге салады. Ақтөбеден Шалқарға балдар беріп жібереді. Соны біз пойыздан күтіп аламыз. Күтіп алғаннан кейін келесі күні оны мен жұмыстағы қыздарыма апарам, озатты. Енді уақытымыз жоқ қой, тек түнде жаңағы солай. Сосын мен бұл компанияға келгенде шашым қиылған енді ол кезде. Сонда тек бірінші менің әуелгі көргенім шаштың краскасы болды. Себебі мен қаншама шаш қидырып, шаштаразға барам, ана қыз анандай дейді, жаңағы мастерлер, мына мастер мынандай дейді. Боялмаған краска қалған жоқ, шашқа шаш түсті, жаңағы қайызғақ қаптайды, анау болады, мынау болады. Соныменен сөйтіп жүргенде мына краскалер ұнап, осы Павелектің бірінші рет краскасын алып пайдаланып тіпте ұнады. Соныменен не керек, ол красканы пайдаланып жүріп, бір күні каталогты ашып, каталог ашуда да онша шаруам жоқ. Каталогты ашып отырсам, витамин көрдім. Ол кезде Павелік компаниясы емес, ол кезде Импиумның кезі. 2010 жылы февраль айында кірдім деп отырмын ғой. Сол жылы, сол көп ұзамай мен уже витаминдерді көрдім. Аны бірінші, екінші бетін деген ашпаймын мен каталогтың. Каталогты тек ұстағаным болмаса, ұстайым, жұмысыма апарам, былай қылып. Апарамда шкаптың ішіне былай салып жіберем, болды. Бірақ айтатын сөзім, мына келешек директор дейін білмеймін. Бұл не директор, қаяқтың директор білмеймін. Сонымен не керек, директор деп, сол каталогты бір күні ашып отырсам, ол кезде суставтарға витамин бар, доброген емес, аты ол кезде басқаша болды. Соны көрдім. Оны көрген кезде мен қатты қуанып, жалма-жан оқи сала, соны заказға салдым. Заказға салып, оны алып, содан өзім ішкенімен қоймай, жұмыстағы қыздарға, қыздар қалайсыңдар, қол көтеріп қоя берейін арасында. Сонымен не керек, тағы қыздарға айтам, жұмысқа барам, каталогты шығаруға болмайды, бізде камера, тек кабинетімізде ғана камера жоқ, қалған жердің бәрі камера. Даже артық пакет апарғанымызда үлкен пакет болса да болмайды. Сонымен не керек, витаминдерді көріп, қуанып,
өзім алып қыздарға алғызып, қыздарға айтамын, өзіммен қатар қыздарға, қыздар, ертең жақында біз зейнеткерлікке кетеміз, сонда аяқ қолымыздың дұрыс болғаны жақсы ғой деп, жаңағы ол жөнінен үгіттеуді жақсы айтам, ол жөнін үгіттей білем. Сонымен не керек, қыздарды осы компанияға кіргізіп, керектерін алғызып, әсіресе витаминді көп алғыздым. Сосын өз керектерін ол қыздар шама алып отырды. Адамдар тіркелді. Тіркелгенмен мен ол қыздарға сабақ айту білмеймін. Себебі бұл сабақ айту емес, менің сабағым жаңағы жұмыстың сабағы. Жұмысқа барамыз, келеміз, уақыт есептеулі. Үйге келгеннен кейін үйде сабағымыз бар, баламыздың, немеренің. Өзімнің тіршілігім бар, одан қалды үйден система қоям, үйден укол салам. Негізгі сағат 7-лерге жақын маған уже адамдар келіп отырады. Система қойғызуға, укол салғызуға. Шайымызды ішіп болып, бір жағынан сабақ, бір жағынан тамақ, бір жағынан сол система, укол. Бірақ табысым жақсы болып тұрды. Ол табысты ойлап татқан жоқпыз. Ол қандай табыс, не табыс, әйтеуір кіріп жатыр табыс. Жаңағы майың, қаймағың, етің дегендей тегін келіп жатады. Мына өзімнің айлығымнан басқа. Сонымен жүріп жаттық. Витаминдерді айтып, сол қыздарды кіргізіп, қыздар менен қатты жұмыс істеген жоқпын. Сол кезде мен 15%-ке шығыппын. Оны мен қай кезде білдім? Артынан пәлен жыл өткеннен кейін ғана біліп отырмын ғой. Сөйтіп жүргенде жаңа көштім дедім ғой. Көшіп, қонып жүргенімде әңгіменің қысқасы 4 жыл уақыт өтіп кетіпті. 2 жыл пенсия деп жүрдім, зейнеткерлікке деп жүрдім, 2 жыл көштім деп жүрдім. Сонымен 4 жыл уақыт өтіп, жаңа тәрбияда хабарласқан шаршайды шығар со апасынан. Сонымен бір күні 2004 жылы тағы да біз тәрбияменен кездестік. Как раз осы Ақтөбеде жаңа жиеніміз тұрмысқа шығатын болды. Алдында да кездескенмен ондай әңгіме айтылмайды ғой. Жаңағы тәрбияның қыздар Москваға кетіп атты, мен көшіп келгеннен кейін. Олар менде шаруам жоқ, амандасып Ақтөбеден күтіп аламыз да, Москваға бар жатсыңдар ма дейміз. Мен үшін Москваға бару ол кезде де онша білмеймін. Ол кезде өзім алдында барып жүргесім бә, біздер енді жылына 2 рет жаңағы теміржолшылар теміржолды істегесін жерде, теміржолдың поликлиникасында істегесін жерде бізде 2 рет жаңағы билет береді. Біреуі Қазақстанға береді, біреуі Всесоюзный береді. Соға біз өзіміз әйтеуір баратын жағымызға барып қайтамыз ғой. Сондықтан шығар, мен қызыққан ештеңе болған жоқ. Қызығуды негізі білмедім. Ана қыздар кетіп бара жатты, 10 қыз кетіп бара жатырғанда, сонда мен миыма кіріп атқан жоқ. Бұл қыздар Москваға неге бар жатыр деп, бірақ тәрбие айтады. Айтқанменен де сол нетілген жоқ. Сонымен жиеніміз үйленетін болды. Сол кезде тағы басымыз қосылды. Басымыз қосылған кезде жаңағы 10 қыздың ішінде Доброен деген қыз бар. Түймеш деген қыз. Есімде қалды. Сол кезде сол қыз бастап неткен кезде Доброен атап қыздар. Соныменен уже жаңағы зейнеткерліктің ақшасы ол бөлек, жаңағы неге пенсионный фонды дейміз ғой, ол жиналған ақша бір бөлек, барлығы өзінің орнын тауып кетті. Үй салдық. Енді бұны да айтып кеткен қызық болар сендерге, себебі үй салдық. Үй салған кезде ол ақшалар барлығы орнын тауып кетеді екен. Сосын ана ақша тек қана зейнеткерліктің ақшасы, ол өзінің орнымен отырады екен. Сол кезде адамға уже міне ғана маған ақша керек болды. Енді ғана. Оған шейін жаңағы біздерге, жаңағы әуелдегі тәрбие былай дейді ғой, тіке бар, тіке қайт, деп Алла тағаланың айтуыменен ата-анамыздың жаңағы тәрбиесі солай болды. Бұрылма дегенге соған мен Арифлейн деген компанияға да жазылмаппын. Басқа компанияны тіптен білмеймін, Арифлейн деген артынан естідім. Онда да мен осы Паберлик компаниясына келгеннен кейін ғана естідім. Оған шейін онда естімеппін. Себебі мен өзімнің жаңағы кремдер жағам ол кезде. Бірақ магазиннен барып бір жақсы кремді алсақ пәлен уақытқа жетеді, помада аламыз пәлен уақытқа жетеді. Сөйтіп жүрдік қой біз. Сосын біздің кезімізде Красный Москва деген, может быть деген тоқилар болды. Осыларды пайдаландық. Біз сол заманда өстік. Оның кішкентай ғана, мынандай ғана үлкендігі осы деген бізге бірнеше жылға жетеді ғой. Сөйткен біз. Соныменен 2014 жылы сонымен қайтадан, бірақ керегімді Ақтөбеге келгенде мен алып отырдым. Ақтөбеде
ДСК деген жерде, сол жерде жаңа не бар, офис бар. Қала жақта да офистер бар екен білмейді екенмін. Автобусқа отырып, сояққа барып, заказымды сояққа барып салам. Заказым келген кезде сояқтан барып алып келем. Білмеймін. Сөйтем, оны білмегендік екен, әлде өзімше соны дұрыс көрем екен, солай шығар. Сөйттім. Соныменен 2014 жылы май айынан бастап қайтадан біз жұмыс істеуге кірістік. Себебі тәрбиеға мен қайттан хабарластым. Айтып кетті ғой ол маған. Алдында тойда айтып кетті, тағы ұмытып кетті апам. Сонымен сөйтіп жүргенде, содан бір күні ойыма қайттан ой түсті. Жаңағы ақшалар біткенде шығар, сосында шығар. Ақшалар бітті. Тәрбие айтты, ау енді қалған немен бітеді деп сөйдеп ескертіп кетті ғой. Ескертіп кеткеннен кейін бір күні ойыма ой түсті да қайтадан тәрбиеға хабарластым. Тәрбие, мен сөйтуім керек еді, маған офис ашып бере, ол кезде офис ашқан жоқпын. Қалай болады? Мен адам тіркегенде қалай болады деп сөйдедім. Тәрбие уже, конечно, енді ол. Ойбайды, дұрыс. Күләй, сенікі дұрыс. Сөйт деп сөйдеді, жақсы. Деп соныменен мен қайтадан ана адамдарым екібастан қалып қойды ғой. Неде, шалқарда қалып қойды. Ол адамнан менде ешкімде қалған жоқ. Бірақ өзім сол баяғы сол нөміріммен заказым салып отырдым. 2 жыл сол заказым салып отырдым. 2 жыл ан жақта жұмыс істедім ғой. Сосын адам тіркедім. Адам тіркегеннен кейін кішкене маркетингтерді шамалап қана білген шығар, бәлі миыма жетпейді. Сонымен маркетингті аздап білген болуым керек. Не керек? Әңгімен қысқасы, сол жолы сол офисте менің ақшам төленбей қалды. Төленбей қалған себебін енді оны білмедім. Сонымен төленбей қалғасын келесіде күні уже маған негізі ақша түсу керек болған шығар, енді білмеймін. Сонымен тәрбиеға звондадым. Тәрбие, солай. Маған офис ашып берсең қалай болады дедім. Балдармен екібастан ақылдасасың ғой. Сонымен тәрбие дұрыс, оның деп сөйтеді. Сонымен не керек? Баяйында офис ашып, біз отбасы болып отырдық. Балама бір ай, сосын Нұргүл, жиендерім, жаңағы сіңілімнің балдары. Барлығымыз оғшу, мәре-сәре болып, офис ашып, офиске жиналып, дым іштеңе қарқылып атқан әлі іштеңем жоқ. Содан бір күні тәрбие кімменен келді, менен баласымен келіп бізге үйретті. Сендер былай қыласыңдар. Уже маркетинг үйретті. Маркетингті сонда да тыңдамайды мынау. Сонда да тыңдау жоқ дұрыс. Себебі ойым онда емес сияқты. Ойым басқа жерде. Сосын далаға шығуды үйретті, визитка таратуды үйретті. Олардың бәрін уже үйрене бастадық. Үйренген мен далаға шығуға ешқандай менде не жоқ. Жаңағы. Енді ұят деген сөз бар. Сосын қызым шығады, балдар неден офисте заказ салады. Сонымен адамдар жиналып, біршама болып, уже кәдімгі жұмыс істедік. Жұмыс істегенде де нормально жұмыс істеп, нормально уже жан-жағымызға қарап, бірақ менің неттеніп далаға шығуға ұялдым. Сонымен сөйтіп жүргенімізде ұялайық, қызарайық, әңгіменің қысқасы не керек? Сентябрь айында мен директор болдым уже. Сентябрьде директорлықты ашып, бірінші ақшамызды алып, артымнан уже балам 19%-ке шықты, қызым шықты проценттерге. Басқа да жақтан адамдарды сырттан холодный контактында істедік. Тума-туыстарды да жаздық, негізгі жақсылап жұмыс істедік. Жұмысымыз қызып атты, өте қызды. Бірақ бір күн далаға шықтым, визитке таратуға шығып едім. Жаңағы біздің вокзалдан, ЖД вокзалдан неге шейін, колхозный базар бар, сол ортаға шейін біздің Шалқардан поездан түскен халық шұбырып бар жатады, поездан түсіп. Содан біреулерді көріп, қызымның артына тығылдым мен. О да бір қызық шығар. Сонымен негер қызымның артына тығылып, ана адамдар өтіп кетті. Содан тәрбие күнде бізден отчет сұрайды. Не істеп атсыңдар, не алып атсыңдар? Мен бүгін сөйттім дедім. Жақсы болған екен деді. Жақсы болған екен, ертең айлыққа шықсаң өзің үшін далаға шығуды үйренесің дейді. Жақсы дей берем ғой. Жақсы ғой, менде де бір жақсы. Соныменен сөйтіп жүрген сентябрь болды. Сентябрьде уже менің қызым балдар сабаққа баратын болды. Сабаққа баратын болғасын амал жоқ. Жаңағы далаға өзім шығуға тура келді. Ол жерден басқа офиске көштік. Ана жердегі дейміз. Енді Шалқардың халқы ол жерден аздау өтетін болды. Бірақ айлыққа шығып, айлықтың жаңағы бірінші көп ақшасын алдық. Енді айлық алып отырмыз. Уже нені директорлықты қорғап жатырмын. Айлыққа уже жаңағы 200 мыңға жақын ақша шыққан шығар, себебі ойдай адам жазылып, ойдай адам жұмыс істеп жатыр ғой. Келгендерге маркетинг планды айта бастадым, ептеп.
бірақ ар жағымда әлі бір не бар. Соны директорлікке шығып отқанның өзінде ар жағымда бір түсінбестік жағдайы бар. Себебі айтқым келмейді, сөйлегім келмейді көп. Ол неге екенін қайдан білейін енді оны. Ол мүмкін сол өзіміздің біздің немізде сондай болған шығар. Енді біздің жұмысымызда да артық көп сөйлемейміз ғой. Ертеңгісін жұмысқа кіреміз, саламатсыз ба, қалайсыз? Сосын арасында келген адамдарды қабылдағанымызда жаймен ғана қалайсыздар, амансыздар, мынау деп біз солай айтып үйренген адамдармыз ғой. Соныменен сол далаға шығуды үйреніп, адамдарды шақыруды да үйреніп, сонымен не керек? Сөйтіп жүріп директорлігімді қорғадым. 2014-тің сентябрінде шықтым. Неге директорлікті 2019 сонда 8 каталог ортасын үзбей директорлікті қорғап, 275 мың премиальный алынды. Соныменен жұмыс жүріп жатырды. Сөйтіп жүріп атып келгендердің бәріне айтылып отырды. Барлығы жақсы болып. Содан сөйтіп жүргенде тәрбие маған айтты, директорлікке шықсаң, сені шетелге апарам деп сөйдегенді. Соныменен не керек, ол уақытта ол. Мен айтам, қой, мен шетелге бармай, маған шетелдің керегі жоқ деп, Сарыағашқа демалып қайттық. Сол жылы Сочиға барып қайттық. 15-те Сочиға барып қайтып, Москваға да барылды. Сонымен директорліктің чегін алып, мәз-майрам келдім. Сонымен ол да бір кезең екен, бірақ білмеймін, қуанатын да сияқтымын. Бірақ білмеймін, қатты енді керемет қуанып та жүрмеген сияқтымын. Мен мына қыздар, сіздер айтасыздар, мықты қуандық. Анандай процентке шыққанда қуандық, мына процентке шыққанда қуандық дейсіңдер ғой. Мен де ондай қатты білмедім, мен түсінбедім. Бірақ әйтеу шығып жатырмын. Сонымен сөйтіп жүргенде витаминдерді айтап, көп жағдайда сол витаминдермен мен жұмыс істей бердім. Сөйтіп жүргенде тағы да анау-мынау тіршілік болды, анау-мынау себептер болды. Кішкене болса да бір көтеріліп, бір түсіп, әуелдегі айтқан сол директорлік деген сөзбен тұрып қалдым ау деймін, сонымен жайлап жүріп жатырмын. Бірақ бұл жерде мен сіздерге тағы бір айтып кететін шаруа. Мысалға, мінекей карантинде біз міне ай жарым болды отырғанымызға. Ай жарым уақыттан бері міне үйде отырмыз. Үйде отырғанда мен сонда бос отырған жоқпын. Себебі мен зейнеткерлігімді бір алып отырмын. Осы жерден табысымды тағы алып отырмын. Сонда жастар, тыңдаңдар. Үйде отырып та мен мысалға ақша тауып отырмын. Ол ақша мысалы аз болсын, көп болсын, мен бұл жерде әңгімемнің ақшамның азы көбін айтып отқан жоқпын. Мысалға аз тапсам да мен табыс кіргізіп отырмын. Сонда ойлаңдар, зейнеткердегі адам, уже 66 жастағы адам ақша тауып отқанда, жастар, сіздер неге ақша таппасқа дегім келіп отыр. Сондықтан ойланыңдар, жастар. Мүмкіндік сендерде. Мен мысалға Инстаграм дегенді білмеймін. Анау-мынау нелерін білмеймін. Мені осы жерде осылай қыл деп отқан менің немерелерім. Немерелерім не айтады, мен соны істеп отырмын. Мен былай неге телефонмен сөйлесіп, не қылғаны болмаса, барлығын істейтін немерелер. Балдар, немерелер, қазір мені кішкентай мінекей немерем. Артыма келіп. Мінекей, кескенін көріп алыңдар. Міне, аяулым деген осы, қазірге осы. Заказды салып беретін осы. Бүгінгі сабақта үйретіп атқаным осы. Былай да өзгертіп. Алдында бұдан үлкендер істер, қазір олар үлкен болғасын. Көп көңіл аудармайды. Сондықтан сіздерге айтатынымын, қолдарыңыздан келіп тұрғанда оқыңыздар, үйреніңіздер, сабақтарға қатысыңыздар. Біз 40 жыл еңбек еткенімізде бізде сабақ біткен жоқ. Сондықтан сендердің мына келешектерің. Сондықтан сабаққа қатысыңдар. Тегін оқыту болып жатыр, соған қатысыңдар. Ол сендерге ешқандай артық болмайды деп айтамын, менің ақылым. Енді мен сіздерге бүгін айтайын деп отқан витаминдер туралы айтқым келіп отыр. Жаңағы мен басын бастадым да қойдым ғой, себебі оны енді жалғастыруым керек қой. Мен сол кезде жұмыста жүргенімде мен дізем ауырып, укол алып, система алып, менің негізгі жұмыста жүргендегі карточкамның қалыңдығы 2 том десем болады. Жұмыста жүргенде 2 том карточкам болды. Сол 2 том карточкамды мен Шалқардан көшіп атқанымда жағып кеттім.
кішкентай шағын ғана карточка жасалып, жаңағы не өмір тарихымызды. Қалғаны мен отқа жағып жібердім. Бірақ онда неге жаққанымды өзім білмеймін. Бірақ қазір мына нелерді сабақтар тыңдап отырсам, мына кейінгі жастардың сабағын тыңдап отырсам, сонда сондайлар айтылған екен. Бірақ мен өзімнің ойым бойынша жақып кеттім. Ол өз ойым тек лежбе келешек мына зейнеткерлікке шыққан кезде жаңағы дұрыстап картайып, тым жақсы ауырмай ішерім. Сол мына нелерді, витаминдерді ішіп, кәдімгі адам сияқты зейнеткерлікте жүрсем екен деп армандаған болуым керек деп ойлап отырмын. Қазір соңғы кезде кітаптар оқып, мына жастардың сабағына қатысқандағы мен түсініп отқаным сол. Сонда менің тізем қозғалмай укол система алдым деп отырмын ғой. Соны сөйтіп жүргенімде, сонда ол кезде біз медицинада жылына 2-ақ мезгіл, учетта отырған адамға жылына 2 рет жаңағы нелерін береміз ғой, емдерін береміз. Сол сияқты мен дабырагенді көріп, қуанып, мен дабырагенді бастадым. Мінекей. Осы дабырагенді бастап, ішіп, қазір мен неше жылдан бері осы дабырагенді жылына 2 рет ішем. 3 айдан ішем. 3 айдан кәдімгі уақытын ешқандай өзгертпеймін. Бастаймын көктемде, күзде бастап, 3 ай ішем. Мен биылғы жылға ертерек іштім, себебі Рамазан айында ішілмейді ғой. Сондықтан өткенде Рамазан айына дейін мен бітірдім 3 айымды. Енді бұйырса күзде ішем, мінекей тағы алып қойып отырмын. Мынау бастау ашылмаған. Уже не артық алып қойып отқаным. Күзде ертең тағы бастауға дабыраген деген витаминіміз өте керемет. Бұл 30 жастан бастап ішуге болады. Даже қазірде мына спортпен айналысатын балдар, кейбірде бір перелом болады, травма болады, сондай кезде 14 жастан ішуге болады. Бұны аш қарынға 1 стакан суға 100 грамм или 150 грамм или сүтке, йогуртқа салып, ертеңгісін аш қарынға 40 минут бұрын ішеміз. 40 минуттан кейін, даже бұл бір кей жағдайда күн зағына, даже түске шейін тамақ ішпеуге болады бұны ішкеннен кейін. Ертеңгісін аш қарынға ішкеннен кейін, ертеңгісінгі завтраққа көп кейбір адамдар нете қоймайды, аппетиті бола қоймайды. Міне дабыраген, осыны алып балдарыңызға, өздеріңіз ішулеріңізге болады. Одан кейінгі менің тағы жақсы ішкен витаминім кенензим Q10 деген мінекей. Бұны мен постоянно ішем, осы күні ораза болып жүрсем де ішіп отырмын. Мінекей, бұны енді сіздер білесіздер. Күніге қазір мен 1 рет қана ауыз ашқаннан кейін ішіп отырмын. Негізінде мен бұны бұрын 2 мезгіл ішетін едім. 1 таблеткіден 2 мезгіл ішіп жүрдім. Ертең уақытта түстен кейін ішіп жүрдім. Қазір 1 мезгіл ғана ішіп отырмын. Себебі бұл организмге бұл витамин керек. Себебі біз адамның организмі 30-дан кейін дәрумендері азаяды. 40-тан кейін, 50-ден кейін тіптен сондықтан бізге өте керек. Миымыздың жұмыс істеуіне, картаймауға осы витамин керек. Бұның артикулы 15381. Бұны да қарап жазып алыңыздар. Мінекей витамин. Осыдан кейінгі омега. Омеганы барлық адам білет. Бұның құрамында балықтың майы бар. Және де басқа да толып атқан дәрумендер бар. Бұны қазір оразаның кезінде де мен ішіп отырмын. Бұлайынша бұны мен күніге 2 мезгіл ішем. Бұлайынша қазір ненің кезінде 1 мезгіл ішіп отырмын. Ауыз ашқаннан кейін кейде 2, кейде 1 ішіп отырмын омеганы. Біреуінің ішінде 60 не бар, штугы бар. 1 айға молынан жетеді. 1 айға. Бұның несі артикулы 15380. Күнбекін ішіліп атыр. Бұл күнбекін біздің өзіміздің шкафымыздың ішінде тұрады. Енді живица деген витамин. Живица витамині бұл салқын тигенде өте жақсы. Бұны да постоянно пайдаланамыз, әсіресе қыстың күні. Дабырагенді жылына мен өзім 2 рет ішем. 3 айдан ортасын үзбеймін. Даже мен бір жаққа кетіп бір жатқанда салып алып кетем. Ортасын үзуге болмайды деп өзім солай пландаған адамын, жаңа жоспарлап. Енді оны витаминдер ішу жөніне келген кезде оны жоспарды жақсы жасаймын.
Мынау жевица витамині, бұл салқын тигенге жақсы, балдарға да ішуге болады, үлкендерге де ішуге болады. Бұны тілімнің астына салып, мен өткенде салқындардың кезінде ішіп, кәдімгі сорып ішіп жүрдім. Бұл 15-393 деген витамин. Сорып ішуге де болады, күніге екеуін ішуге болады, или мен өзім күніге 5-еуін сорып ішіп жүрдім. Енді қазір қойдым. Қазір енді бұны ішетін уақытты қыз болған. Жевицаны. Келесі витаминіміз черника. Черниканы бүкіл елдің бәрі білет. Бұл аптекада да сатылады. Бірақ біздегі витаминнің құрамы өзгеше, себебі дұрыс жасалып істеліп атқандықтан бұл туралы мен тағы да айтып кетейін. Бұл черника көзге жақсы. 2 жастан бастап ішіледі. 2 таблетка. 14 жасқа шейін 1 таблеткеден, 14 жастан жоғарғарда 2 таблеткеден ішкен дұрыс. Бұны менің жиен немерем қайбір жылы көктем айында мектептің медосмотры болады ғой. Сол кезде көзі минус 2 болған ау деймін. 1,75 па 2 болған. Сол кезде оған аптекадан барып, мынандай витаминдерді алып ішесін депті. Сол кезде мен бұны осыны бердім. Жаз айында бердім. Сентябрь айында оның результатын көрдік. Сентябрь айында ол көздің минус 2 ма 1,75 болып тұрған нәрсе ойдай түскен. Сондықтан осы витаминді балдарыңызға алып беріп ішкізулеріңізге болады. Өзім мысалға витаминдердің ортасында бұған да уақыт тауып ішемін. Мен балдарыма ішкізіп отырым. Қазір осы отырғанда біздің кухнямыздың шкабының ішінде бір шкаптың жартысы тұрған витаминдер. Ол витаминдер тек тұрған жоқ. Ол немес, ветерина емес, ол соның ішінен қасында су тұрады. Каралви салынған су, соны алып ішеді. Себебі ән жерге барған кезде адам уже сол дағдыланған. Кешегі ораза ұстағаннан кейін кухняға барсам, сол жерден су ішкім келген, 2 күн су ішкім келді сол жерден. Су ішкенде тек қана су ішу емес, ана витаминдерге қарап қоям. Сол витаминдерге қарап, біз сол әдетке айналып кеткен, сол жерге барамыз. Тамақтан кейін өзінің уақытымен, уақыт нетіліп тұрады, сонда барып, сол мына витаминдерімізді ішеміз. Черниканы балдарыңызға алып беріңіздер. 15 артикулы 395. Қарап алыңыздар, мына бұрыннан білетін қыздар білет, жаңадан кіріп атқан қыздар бар, жаңадан тіркеліп атыр, қаншама карантин болса да қаншама адам тіркеліп жұмыс істеп атыр. Бұл компания ешқандай жабылып қалды, нетіп ат деген жоқ. Барлық товар келіп атыр. Арасында онда қосып айтып жіберейін. Себебі кейбір мекемелер қазір жабық. Бізде көріп отырсыздар. Москвадан Алматыға, Алматыдан Ақтөбе, Атырау, барлық жаққа товар келіп тұр. Көп болса бір 2 күн, 3 күн кешіккені болмаса, карантиннің уақытында біз ешқандай қиналған жоқпыз. Айлығымызда жүріп отырды, керегімізді де алып отырдық. Сондықтан бұл компанияға, Паверлик компаниясына, бірінші Аллаға, екінші Паверлик компаниясына, үшінші осы компанияға мені тіркеген бауырым тәрбияға рахмет деп айтамын. Мінекей черника, бұны да қарап отырсыздар. Енді келесі витамин тағы айтып отырым. Нитоник. Нитоник мысалға адамның миын жұмыс етуге жақсы. Бұл нитоникті балдарға да ішуге болады. Мінекей қазір осы кезде балдар экзаменге дайындалып жатыр. Тесті дейді, күнде тестіге дайындалып жатыр. Сондай адамға керек нәрселер. Бұның организмға мидың жұмыс істеу қабілетін жақсартады бұл витамин. Сондықтан бұларды студенттер, жоғары класс оқушылары және біздің возрастымыздағы кез келген адамдар іше алады. Бұның артикулы 378. Балдарыңызға бұны да берулеріңізге болады. Әсіресе мектеп бітірейін деп атқан балдарыңыз, 9 бітірейін деп атқан. Осындай витаминді беріп, балдардың өзі көктемнің уақыты бұл кезеңде. Көктемнің уақытында адамның организміне витамин жетіспейді. Сондықтан
витаминді көбірек берген дұрыс. Біз қанша тамақ ішкенменен біздің организмімізге витаминдер жетіспейді, дәрумендер бізде аз. Себебі біздің ішіп жеп отқан тамақтарымыздың ол жерден шығып атқандағы қорек аз. Бұрынғыдай жеріміз жақсы емес, кілең экология. Қай жерлерде қазір экология? Жерді қазып атыр, қопарып атыр, астындағы бүкіл жаңағы керекті дәрумендердің барлығы кетіп атыр. Сондықтан витаминдерді ішкеніміз дұрыс. Ньютоник, мұны да қарап қойыңыздар. Ендігі келесі гипалайт. Гипалайт, мінекі көріп отырсыздар. Бұны да бәріңіз ішіп отырсыздар. Ішінде мынандай не бар? Стик бар, осы біреуінің ішінде 20. Бұл өтке жақсы, аллергияға жақсы. Бұны да күніге мен кезінде 2 мезгіл ішіп отырдым. Себебі біздің возрастымызда, біздің жасымызда өтіміз толып кетуі мүмкін. Қазір жастарда сондай, бірақ өтте тас болса ішуге болмайды. Ол үшін дәрігерге қаралып, бар ма жоққа соны қаралу керек. Бұны күніге 2 мезгіл ішіледі. Егер ішкен жағдайларыңда 2 мезгіл сорып ішкендерің жақсы. Сәске түсте сағат 11-дің кезінде мінеке дайын, кесіп жібересіздер де ішесіздер. Байқамай ішіп қоярым өзім. Ұмытып кетіп оразек бізді. Сондықтан бұны да 2 мезгіл ішесіздер. И түстен кейін. Бұны уақытын солай қылып есептегендерің дұрыс. Бұл витаминдердің бәрін қалай ішіп үлгереміз дейді кейбіреулер. Мысалға, бұрыннан істеп жүрген қыздар сіздер білесіздер. Мына жаңадан тіркеліп атқандар осы апамыз бүкіл витаминді айтып атыр. Оның бәрін қалай ішіп үлгеріп атысыңдар деп сұрақ қояды. Ол сұрақтың мен сразу жауабын айтып жіберейін. Себебі бәріне уақытты есептеп пайдаланамыз. Әр заттың уақытын есептеуіме, бірақ та омега мені кенензимді мен постоянно ішем. Оның ешқандай несі жоқ, постоянно ішіп отырмыз. Мынау мінекей 15377 артикулы. Бұны да мінекей ішулеріңізге болады. Енді бұл витаминдерді мен айтып отырмын. Енді кейіннен шыққан коктейль. Коктейльді негізінде өткенде сабақ өткізді. Бұны арықтау программасына өткізді. Дұрыс. Бірақ мен бұл жерде бұның құрамын оқып, қарап, бұндағы құрамдарын мен өткенде айтқанмын, тексердім. Жаңағы аптеканың дәрісімен тексердім, беріп атқан. Сол кезде мен түйгенім, бұны мен неге ішпеске деп тағы ойладым. Мен арықтамай қояйын, бірақ менің организмге витамин керек. Дәрумендер жетіспейді деп, бұны мен енді қай уақытта ішіп жүрмін. Мен арықтауғыды программасын сіздерге айтпаймын, осыны мен тағы ішіп атырмын. Күн жағын аузымыз берік болғандықтан жаңағы сәресінің уақытында ішіп отырмын. Сәресіде ертелік шайымды ішіп, анау-мынауларымды шамалап қана, жаңағы онда да жаңағы творог, сондай жеңіл тамақты сәресіде ішемді. Содан кейін ауыз ашуға бір 15 минут қалғанда, ауыз бекітуге осының 250 грамм, 300 грамм суға, ішінде қасығы бар, сонымен ішіп отырмын. Ешқандай толығы батқан ештеңем жоқ, сол қалпымды ұстап тұрмын. Мінекей. Бұл коктейльді міне сол үшін ішіп жатырмын. Арықтайтын қыздар, екі бастан оны өздеріңіз білесіздер. Витамин туралы айтып отқаным осы. Тағы да сұрақтарыңыз болса сұрай беріңіздер. Негізгі айтатын сөз көп, әңгіме көп, тарих жетет, бірақ та мен қысқаша осы эфирге негізгі мына өткенде бірінші рет тек национальныйдың эфирінде шықтым. Бірінші рет мына екінші қайтара шығып отырғаным. Сондықтан тағы да сұрақтарың болса сұраңыздар. Негізі ешқандай бұл компанияға келген адамдар айтайын дегенім. Ешқандай ойланбай келіп, керектеріңді алып, табыс табуларыңызға мол. Сондықтан кейінгі жаңадан тіркелген жастарға айтатыным,
келіңдер, тіркеліңдер, өз керектеріңді алыңдар деймін. Өз керектеріңді ала отырып, табыстарыңды алыңдар деймін. Тағы сұрақтарыңыз болса қойыңыздар. Сұрақтарыңызға жауап беруге тырысамыз. Бірақ менің өзімнің өмір тарихымдағы өзімнің жасап атқаным осы. Не деп жазып отыр? 3 минут қалды ма? 2 минут қалды. Тағы да не айтасыздар, қыздар? Апаларының әңгімесі осы. Айттыңыз ба? Көңіл бөліп тыңдағандарыңызға көп-көп рахмет. Келесі тағы эфирде кездескенше. Деп былай айтты. Өті жоқ адамға ештеңе қылмайды ғой, себебі өтте тас болмаса ғой. Өті жоқ адамға болады. Ол себебі бұл аллергияға да жақсы ғой. Жалғыз немес, аллергияға. Организмге бұндағы витаминдерді өте керекті. Тыңдағандарыңызға көп-көп рахмет. Бақытты болыңдар. Келесі кездескенше.